Менің атым Аружан. 24-темін. Алматыда жұмыс істеймін. Жартылай шығармашылық ортада жүрмін. Көп сөйлемейтін, бірақ ішкі жан дүниесі бос емес қызбын. Бір жыл бұрын Дастанмен таныстым. Өзі сымбатты, сабырлы, нағыз жігіт деген атқа лайық жан. Біз көп уақыт жүрдік. Мен оның отбасымен де таныстым. Бірінші рет үйіне барғанымда бәрі жылы қарсы алды. Ата-анасы да, қарындасы да. Бірақ мені бір жанар ерекше мазалады. Ол Дастанның інісі Әлшер. Әлшер менен бір жас кіші, университетте оқиды. Бір түрлі жұмбақ, әуелгеде жай ғана сыпайы еді. Бірақ уақыт өте келе, мен оның маған деген көзқарасын сезе бастадым. Кейде ас үйде екеуміз ғана қалып қоямыз. Ол үндемей тұрып, маған тура қарайтын. Бір сәтке ғана, бірақ сол көзқараста менің ар ұжданыммен ойнайтын нәрсе бар еді. Мен неге диретем, неге ол маған жақындаса, менің тынысым өзгереді. Бір күні түнде отбасымен бірге демалыс үйіне бардық. Бір үй, бірнеше бөлме. Мен және Дастан бір бөлмеде. Әлшер көрші бөлмеде. Түнде Дастанның ұйқысы шап беріп кетті. Мен далаға шықтым, ауа жұтпақ болдым. Сол кезде арт жағымнан бір дауыс: "Ұйықтай алмай тұрсың ба?" деді. Бұл Әлшер еді. Ол да сыртқа шыққан екен. Біз біраз үнсіз тұрдық. Сосын ол: "Сен ерекше қызсың" деді. Мен үндемедім. "Кешір, мен сені бірінші көргеннен бастап өзімді тежей алмай келем. Бірақ бұл дұрыс емес екенін білемін. Бірақ мен артыма бұрылмадым. Жүрегім дүрсілдеп кетті. Қашуым керек еді, бірақ аяқтарым жерге қадалып қалды. Сол түнде бәрі бұзылды. Жуынатын бөлмеге су алуға кіріп едім. Арт жағымнан есік жабылды. Әлшер, ол маған тым жақын келді. "Қаласаң шық кетейін" деді. Бірақ мен үндемедім. Оның ерні мойныма тигенде мен қарсы келген жоқпын. Бұл ақылмен қабылданған шешім емес. Бұл ішкі әлсіздік, тыйым салынғанды қалау. Ол мені сол жуынатын жерде сүйді. Тынысымыз араласты. Тек сол сәтте мен жүрегіммен қимылдамадым. Тәнім басым болды. Ертеңіне мен Дастанның көзіне тіке қарай алмадым. Құшақтағанда денем тырысып қалды. Әлшерде үндемеді. Бәрі бұрынғыдай кейіпте жүрді. Бірақ менің ішімде дауыл тұрды. Өзімнен жиіркендім. Бірақ қайтадан сол сәтті ойласам, жүрегім емес, тәнім сыздайтын. Бірнеше апта өткен соң Әлшер маған хабарлама жазды. "Сол түнді ұмытпа, сен мені сездің. Мен сенің шын қалағаның болармын, бірақ мен бауырымның көлеңкесінде қалам" деді. Мен телефонымды сөндірдім, бірақ ойымды өшіре алмадым. Бірде Дастан маған үйлену туралы сөз қозғады. Мен үндемедім. "Не болды саған? Соңғы кезде өзгеріп кеттің" деді. Мен "Мүмкін біз ерте бастаған шығармыз" деп қана жауап бердім. Мен оны сүйдім, бірақ денем опасыздық жасап қойған еді. Екеуі екі бөлек бағытта жүрді. Сол түннен кейін мен өзімді бұрынғыдай сезіне алмадым. Жігітім Дастанмен бірге жүрсем де ішкі күйзелісім өшпеді. Таңғы ұйқыдан оянғанда жүрегім басылмай соғады. Тамақ жегім келмейді. Әлсіздік, үнемі жүрегім айни береді. Бір күні дәріханадан тест алдым. Салқын ваннада тұрып алып сілкіп қарап тұрдым. 2 сызық. Тіземді ретіп еденге тізерлеп отыра кеттім. Қатты тыныс алдым, ішімді ұстадым. Құрсағымда бір жан бар, бірақ оның әкесі кім? Менің етекерім сол күннен кейін тоқтаған. Ал Дастанмен соңғы аптада бірге болмағанбыз. Көп есептедім. Қай күн, қай түн, қай сәт. Бәрі бір ғана күнге келіп тірелді. Сол тыйым салынған түнге. Менің құрсағымда Дастанның емес, Әлшердің қаны бар екенін жүрегім сезіп тұрды. Бірақ мен үндемедім. Дастанға айтуға дәтім бармады. Ол мені шын сүйетін. Ол мені болашақ жары деп жүрді. Ал мен тек тыныштық үшін өтірік тыныс алып жүрдім. Дастанға бәрібір айтуға батылым жетпеді. Ол бала бар екен естігенде қуанды. "Керемет жаңалық қой, біздің кішкентайымыз болады екен" деп құшағына басты. Сол сәтте ішім күйіп кетті, бірақ үндемедім. Бәрі тез өрбіді. Екі жақта ата-анамыз кездесті, құдалық өтті, біз үйлендік.
Менің ішімде өсіп жатқан өмірмен біреудің алданған көзқарасымен және жүрегімнің тереңіне өшпей тұрған әлшердің бір сәттік құшағымен тұрмысқа шықты. Дастан кейде ұзақ ойланып кететін болды. Түнде қасымда жатса да бетіме тіке қарамайтын. Мен сөйлегенде жымиғанмен күлкісіне сенім жоқ еді. Бір күні жай ғана сұрады: айтшы, сенде бәрі рас па? Мен шын әке болам ба? Тәнім тоңып кетті, аузым құрғап сөз таба алмадым. Иә дедім, бірақ даусым өзіме жат естілді. Ұл туды, аты Айбар. Көзін ашқанда сол қара көздер, сол тік қара шаш, сол танау. Дастан емес, нағыз әлшер. Мен ешкімге ештеңе айтпадым, бірақ Дастан бәрін түсінді. Түннің бір уақытында Айбарды қолына алып тұрып, жайған айтты: сен енді өтірігімен өмір сүріп көр. Сол түні ол бөлек бөлмеге кетті. Баламен қадырып жүргенде ойламаған жерден әлшермен соқтығысып қалды. Ол балама қатты қарап тоқтап қалды. Сосын маған қарады, көздеріміз тоғысты. Бұл менікі ғой, иә, деді. Аружан, сен не істегенін түсінесің бе? Бауырымның бақыты мен сен, біз, ол үндемей бұрылып кетті. Сол кезде балам жыбырлап жіберді. Мен оны құшақтап тұрып, кешірші ұлым, сен ештеңеге кінәлі емессің, дедім. Қайтадан соққаның кәрілік. Бүгін мен жалғызмын. Жас анамын. Дастан бізді тастап кетті, үндемей, ешқандай айқайсыз. Әлшер бір ретте хабарласпады. Бірақ ұлым әр таң сайын оянып маған қарайды. Сол сәтте мені жылап жүрген, төсек түнінен емес, ана болуға лайық бір әйел етіп тұрған сол баланың өзі. Соңғы сөз. Мен өзім қалаған түннің салдарынан өмір бақи арқалап келем. Бірақ сол түн менің ең ауыр жазаға кесілген күнәлі рахатым еді. Құрметті оқырман, өмірден алынған шынайы оқиғалар ұнап жатса, лайк, комментарий жазып қолдап кетіңіздер. Арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше.